Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгін сіздерге түндердің жемісі және үрей мен үміт жайлы баяндайтын боламын. Ал сіздер каналыма әлі де тіркелмеген жаңа тыңдарманым болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Түндердің жемісі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям әр түннің ақырғы үшінші бөлігі кіргенде Алла тағала аспанға түсіп, кім менің қабыл алуымды тілеп дұға қылса, мен оны қабыл етемін. Кім менен бір нәрсе сұраса, мен оған берем. Кім менен кешірім сұраса, мен оны кешіремін дейді. Сөйтіп, бұл таң атқанға шейін жалғасады. Мұндай мүмкіншілікті біз текке жібере аламыз ба? Түнгі ғибадат иманды кісінің жүрегі үшін тыныштық және ұлы сыйлыққа ие болудың мүмкіншілігі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям түнгі намазда аяқтары ісігенше тұрған. Одан бұл туралы сұрағанда, ол мен шүкіршіл пенде болуым керек емес пе деген еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям өзінің сахабаларын және барлық иманды кісілерді түнде намаз оқуға шақырған. Түнгі ғибадаттар жаратқанның кітабында ескертілген. Алла тағала салихалы және Құдайдан қорыққандар туралы бұлай деп айтады. Зарият сүресінің 17-18 аяттарында, сондай-ақ олар түнде аз ұйықтайтын және Раббыларына көп құлшылық ететін, сәресі уақытында Алладан кешірім тілейтін дейді. Сәжде сүресінің 16 аятында олар түн ішінде төсектерін тәрк етіп, бір жағынан Алланың қаһарынан қорқып, екінші жағынан шексіз мейірімінен үміт еткен күйде Раббыларына жалынып-жалбарынып дұға етеді делінген. Терезенің арғы жағынан жұлдыздар жымыңдап, айнала ұйқыға батқанда біраз отырып, жаратқанның ұлылығы және ғажайып әлемі, оның мейірімі мен бәрін қамтыған ілімі, оның данышпандығы мен тағдыры, пеші мен тозағы туралы ой жүгірткенге тыныш орын табыңдар. Жаратқанның кітабын, Құранды асықпай, аяттары туралы ой жүгіртіп оқыңдар. Алланы еске алып зікір қылып, оны мақтап біраз отырыңдар. Түнгі нәпіл намазды көңіл қойып, беріліп оқыңдар. Жаратқанға өздерің, жақындарың және барлық мұсылмандар үшін дұға қылып жалбарыныңдар. Оған шексіз мейірімі үшін ризалық білдіріп, шүкір қылып, күнәларыңның кешірілуін сұраңдар. Бұл көп уақытты алмайды, бірақ иманды кісіге екі дүниеде де зор пайдаларды алып келеді. Жалғыздық және түнгі тыныштық басқа уақытта ойды жинауға жәрдем беріп, иманды пенденің сезімдерін жетілдіреді. Баға жетпес мүмкіншіліктеріңді жіберіп алмаңдар. Үрей мен үміт. Бұрынғы ұлы ғалымдардан Суфиян ибн Уяйна былай деген: Құранда мен үшін бұл аяттан да салмақты аят жоқ. Маида сүресінің 68 аятында оларға айт: уа кітап иелері, Тәурат пен Інжілге һәм Раббыларыңнан түскен өзге де иләһи кітаптар мен қасиетті парақтарға, соның ішінде маған түскен ақырғы кітап Құранға лайықты түрде иман келтіріп, үкімдерін бұлжытпай орындамайынша, Алланың алдында ешқандай қадір қасиеттерің болмайтыны сияқты, дін тұрғысынан да сүйенетін ешбір негіздерің болмайды делінген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: Алла тағала
мейірімділікті жаратқан күні оны 100 бөлікке бөлген. 99-ын өзіне қалдырып, біреуін өзінің барша мақлұқтарына түсірген. Егер имансыз кісі Алладағы барлық мейірімділік белгілі болғанда, ол пейіштен үмітін үзбес еді. Сондай-ақ, иманды пендеге Алладағы барлық азаптардың түрлері белгілі болғанда, ол өзін тозақтан қауіпсіздіктемін деп есептемес еді делінген Бұхариде. Бұхари аят-хадистерді таңдауда теңдікті, орта жолды ұстанған. Алла тағаланың шексіз мейірімділігі туралы хадисті келтіріп, оның астына қасиетті Құрандағы ең ауыр деп айтылған аятты қойған. Ол, оларды бір бөлікке біріктіріп, оқырманның ой сезіміндегі теңдік бұзылмас үшін оны үреймен үйлескен үміт деп атаған. Адам өзінің жан дүниесінде үрей мен үміттің ортасындағы теңдікті орнатуы керек. Бұл анау да, мынау да бір-біріне теңдей болу керек дегендік емес. Бар болғаны кісінің өміріне жағымды әсер берген, гармония берген имандылықтың орта жолы болуы керек. Алла тағала әлемде тепе-теңдікті орнатқан, бірақ сонымен қатар ол жер бетінің 71%-ын су, 29%-ын құрғақшылық қылды. Бұл сонда тепе-теңдікті бұзып жатыр ма? Бұл кемшілік не қате болып есептеле ме? Әлбетте олай емес. Алла тағала ондай кемшіліктен ада. Бұл дәл сол гармонияның өзі. Дәл сондай қатынас барлық жандылар үшін идеалды екені қазір жалпыға белгілі. Егер де су азырақ болғанда, жаңбыр аз жауып, шөлдер көбейіп, ауа райы қатты құрғап, температура көтерілер еді. Сол үшін тепе-теңдік дегеніміз не нәрсе неге лайық болса, соны артық, кем қылмай, орнына қою деген сөз. Сондай-ақ, қорқыныш пен үміттің үйлесімі де екеуі бірдей тепе-тең болу керек дегенді білдірмейді. Барлығы пенденің өзіне байланысты болады. Кейбір кісілер олардың жан дүниесінде үмітке қарағанда үрей көбірек болса, жақсы жаққа өзгереді. Кейбіреулерге үрейге қарағанда үміт көбірек керек болады. Ал енді кейбіреудің түзелуі үшін қорқыныш пен үміттің бірдей болуы керек. Ең негізгісі адам түзу жолда болып, Алланың үкімдерін мүлтіксіз орындауы керек. Бұл оның жан дүниесіндегі қорқыныш пен үміттің тепе-теңдігінің ең жақсы дәлелі. Егер пенде Алланың мейірімінен үміт етіп, ол өзінің мейірімділігімен жасаған күнәларымды кешіреді деп есептеп, теріс жолға бұрылып кететін болса, онда ол Алла тағаланың жазасы қандай қорқынышты және қатты екенін ескертумен емделетін дертке шалдыққан. Ал енді пенде Алладан осындай қатты қорыққандықтан түзу жолынан бұрылып кететін болса, яғни өзін өте күнәһар есептеп, Алла тағала бәрібір кешірмейді деп үмітін үзсе, онда бұл ауруды Алла тағаланың мейірімділігін ескертумен емдеу керек болады. Исламға шақырған әрбір кісі қырағы болып, адамдардың жағдайын жақсы сезе білуі керек. Сонда түзу жолды ұстануға жәрдем беретін тепе-теңдікті қалпына келтіруге зәру болған емдеуді белгілеуге жеңіл болады. Егер Алла тағаланың мейірімінен үміт етуге, оның жазасынан қорқу сезімі араласпайтын болса, онда бұл кісіні жалқаулыққа, Аллаға мойынсұнбай қоюға және мейірімділіктің шексіздігіне алданып қалуына апарады.
Сондай-ақ пендеде тек қана қорқыныш болып, жаратқаннан үміт қылмаса, ол жасаған күнәларының кешірілуінен үміт етпей, күнәларын одан әрі жалғастыра беруі мүмкін. Ақырында анау да, мынау да пендені Аллаға мойынсынудан бас тарттыратын шайтанның құралы болады. Сондықтан Құранда бұл тепе-теңдік адамның жан дүниесінде сақталып, түзу жолдан бұрылып кетпеуі үшін әрдайым жаратқанның мейірімінің ескертуінен кейін оның жазасы туралы ескерту келеді. Не керісінше жазасынан кейін мейірімділігі ескертіледі. Хиджр сүресінің 49-50 аяттарында Алла тағала айтады: «Уа Мұхаммед, құлдарымды менің шынымен өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарыма ерекше мейірімді екенімнен хабардар ет. Сонымен қатар азабым да жан төзгісіз». Қорқыныш пен үміттің ара қатынасы пенде сау сәлемет жүргенде бөлек, пенде өлім алдында жатқанда бөлек болады. Негізінде қорқыныш өмірде көбірек, ал өлім алдында азырақ болуы керек. Оған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әркім өлім алдында жатқанында Алладан жақсылықты ғана күтсін деп айтқан Бұхариде. Өмірде үмітке қарағанда қорқынышы көбірек болған адам жазадан қорқып, тозақтан құтылғысы келгендіктен жақсылық жасауға ұмтылады. Ал енді пенде өліммен бетпе-бет келгенде бұлай амал ету уақыты өтіп, үміт көбірек болу керек дегенді білдіреді. Әлбетте, егер ол соған лайықты болса ғана. Әйтпесе, жоқ нәрседен үміт пайда болмайды емес пе? Ал күнәға әбден батқан кісі өлім келген сәтте өзін байсалды сезініп, жан дүниесіндегі үмітті қорқыныштан басым қылуға шамасы жете ала ма? Бұл өмірде иманды пенде студентке ұқсайды. Онда үміт пен қорқыныш тепе-тең болуы керек. Сонда ғана ол жақсы оқиды. Ал егер ол мұғалімнің жұмсақтығын біліп, игілікке жеңіл жетем десе, не мұғалім бәрібір әділетсіз мәміле жасайды деп ойлап, игілікке жетуден күдер үзген болса, ол алдағы сынаққа бәрібір жақсы дайындалмайды. Сондықтан жақсы мұғалім студенттердің жан дүниесінде тепе-теңдікті ұстап тұрады. Бұл болса сынаққа дейінгі жағдай. Ал енді студент сынақ алынатын аудиторияға кіргеннен кейін оны ешқашан үмітсіздікпен қорқытуға болмайды. Керісінше оны үміттендіріп тұру керек. Өйткені оқу мен дайындық мезгілі біткендіктен оны қазір қорқытудың қажеті жоқ. Ал енді сынаққа келген студент жақсылыққа көбірек үміт қылуы керек. Алайда ол дайындықсыз соған жете алмайды. Егер ол керекті әдебиеттерді оқып, емтиханға дайындалмаған болса, оған өз-өзіне сенімді болып, игіліктен үміт ету қиын болады. Алла тағаланың мейірімі шексіз болғанына қарамай, қалай болса да, оның жазасы туралы да ұмытпауымыз керек. Алла тағаланың мейірімі оған лайықты болғандарға ғана тиесілі. Сондықтан Алла тағала былай деген: Ағраф сүресінің 156 аятында: «Азабымды қалаған құлымның басына келтіремін, ал рахымым болса бар нәрсені, күллі жаратылысты қамтиды. Сондықтан бұл дүниеде құлдарымның бәрін рахымыма бөлесем, ақыретте рахымымды тек тақуалық аясында өмір сүретіндер дүние мүліктерінен Алла жолында
һәм мұқтаждарға жұмсайтындар және барлық аяттарымыз бен өздеріне көрсетілген мұғжизаларымызға иман келтіретіндерге ғана жазамын деп айтқан. Алла тағаланың мейірімі кең. Егер барлық адамдар Алланың үкімдерін талап етілгендей орындап, діннің шарттарын толық жүзеге асыратын болса, ол олардың бәрін құшағына алмақ. Алайда Алла тағала мейірімін өзіне иман келтіріп мойынсұнғандар үшін ғана тарту етеді. Бұрынғы ғалымдардан Абу Усман әл-Джизидің бақыттылықтың белгісі Аллаға мойынсұнып, ол сенің амалдарыңды қабыл алмай қоймасын деп қорыққаныңда. Ал бақытсыздықтың белгісі сен оны тыңдамай, оның жазасынан құтылып кетем деп ойлағаныңда деген сөздері қалай дәл айтылған. Күнәһар пенде Алланың мейірімділігі туралы ғана естіп, қалай болса да пейішке кірем деп ойлайды. Өйткені оның жан дүниесіндегі тепе-теңдік бұзылған. Сондықтан онда қате елестету бар. Басқа жағынан алып қарағанда, иманды кісі егер ол Алланың жазасы туралы ғана еститін болса, тозақтан ешқашан құтыла алмаймын деп есептей бастайды. Ал енді жақсылыққа және бақытқа барар жол үрей мен үміт арасында тепе-теңдік орнатудан басталады. Құрметті тыңдармандарым, видеом ұнаса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.